Бүгінде әлеуметтің әлсіз тобына жататын зейнеткерлер, жәрдемақы алушылар, әлеуметтік төлемдер көбейеді деген ақпар шыққалы бері қызу талқылау үстінде. Кейбіреулер үшін қосымша ақша болып табылғанымен, зейнетақы зейнеткерлердің басым бөлігі үшін күнкөріс көзі болып табылады. Қымбатшылық қос бүйірден қысып тұрған шақта, зейнетақыға қосылатын аз ғана пайыздың өзі зейнеткерлерге әжептәуір көмек болып отыр. Бүгінде елімізде 1 миллионға жуық зейнетақы алатындар бар. Күні кеше бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры зейнетақының ең көп көлемі қанша екендігін жариялады. Сонымен еліміздегі ең көп зейнетақының мөлшері қанша? Оны кімдер алады? Тақырып қызықтырса, видеоны қарап шығыңыз. Достар, арнамызға жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры 2025 жылының басында қызықты ақпарат таратты. Сарапшылар Қазақстандағы ең бай зейнеткердің қанша теңге алатынын анықтады. Қордың сайтында айтылғандай, бұл деректер 1 ақпандағы жағдай бойынша болып отыр. Осылайша зейнеткерлік жасқа толуына байланысты бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан орташа айлық төлем мөлшері 35.523 теңгені. Ал ай сайынғы төлемнің ең жоғарғы мөлшері 993.040 теңгені құрады. Яғни еліміздегі ең бай зейнеткер 1 миллионға жуық теңге зейнетақы алады. Сондай-ақ бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры 2025 жылға 1 ақпандағы жағдай бойынша зейнетақы шоттарының жалпы саны 17,24 миллионнан астам бірлікті құрағанын айтып өтті. Қазақстандықтардың бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы зейнетақы шотындағы зейнетақы активтері шамамен 22,64 триллион теңгені құрады. Соңғы 12 айда зейнетақы активтері 4,52 триллион теңгеге, немесе 25%-ға өсті делінген. Сонымен қатар Қазақстанның болашақ зейнеткерлері бір айда шамамен 285 миллиард теңге жоғалтқаны туралы да ақпарат тарады. 2025 жылдың қаңтарында қазақстандықтардың зейнетақы жинақтары күтілетін өсімнің орнына 284,86 миллиард теңгеге азайды. Шығынның себептерін бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры атап өтті. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының түсіндіруінше, негізгі соққыға 3 фактор түсті. Теңгенің долларға шаққандағы бағамы бағамының нығаюы бір айда бағам 525,11 теңгеден 518,14 теңгеге дейін төмендеді. Бұл шетелдік активтер бойынша бағамдық шығындарға әкеліп соқты. Мемлекеттік бағалы қағаздарға бағаның төмендеуі, олардың кірістілігі орташа есеппен 40 базистік тармаққа өсті. Бұл олардың құнын төмендетті. Халықаралық нарықтардағы активтер бағасының төмендеуі, атап айтқанда, World индексі 2,68%-ға төмендеді. Бұл қордың инвестициялық портфеліне де әсер етті. Теріс динамика Қазақстанға ғана әсер етіп отырған жоқ. Бұл бүкіл әлем бойынша көрініс тауып отыр. Америка құрама штаттарының президенті Дональд Трамптың ықтимал жаңа тарифтер туралы түсініктемелері аясында жоғары құбылмалықты көрсетіп отыр. Америкада инфляция 3%-ға дейін өсті. Ал ФРЖ базалық мөлшерлемесі 4,25%, немесе 4,5% деңгейінде қалды. Бұл факторлар қор нарығындағы ауытқуларды тудырды және облигациялардың кірістілігін өзгертті. Бұл өз кезегінде бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының портфеліне де әсер етіп отыр.
2025 жылғы 1 ақпандағы жағдай бойынша салымшылардың шоттары бойынша бөлінген соңғы 12 айдағы зейнетақы активтерінің кірістілігі инфляция 8,9% деңгейінде 15,66%-ды құрады. 2025 жылғы қаңтарда салымшылардың шоттарына бөлінген зейнетақы активтерінің кірістілігі минус 1,25%-ды көрсетті. Қор осылайша түсініктеме берді. Қаржы сарапшылары сыртқы нарықтар тұрақталып, теңге бағамы құбылмалы тоқтаса, алдағы айларда жағдай жақсаруы мүмкін деп есептейді. Дегенмен жыл басындағы мұндай шығындар салымшылар арасында сұрақ тудырып отыр. Олардың зейнетақы жинақтары қаншалықты сенімді және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы активтерді қорғаудың тиімді тетіктері бар ма? Әзірге бұл сұрақтарға бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының өкілдері жауап берген жоқ. Сонымен бұл сұрақ басы ашық күйінде қалып отыр. Алдағы уақытта бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы салымшылардың шоттарындағы активтер көбейе ме, әлде азая ма? Бұл әзірге белгісіз болып отыр. Бұл әлемдік инфляция деңгейіне де байланысты болып отыр. Сондықтан да алдыға болжам жасау мүмкіншілігі төмен болып отыр. Елімізде ең көп зейнетақының мөлшері аталды. Яғни еліміздегі ең бай зейнеткер 1 миллион теңгеге жуық зейнетақы алатыны белгілі болып отыр. Алайда мұндай бақыт кімдерге бұйырғаны әзірге белгісіз. Оны кімдер алатыны құпия қалатыны сөзсіз. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры бұл туралы ақпарат таратпайды. Алдағы уақытта елімізде ең көп зейнетақы алатын зейнеткердің тағы да зейнетақысы өсуі әбден мүмкін. Ол мүмкін 1,2 миллион теңгеге дейін жетуі де мүмкін, бірақ бұл әзірге белгісіз. Дегенмен алдағы уақытта зейнетақының 3%-ға көбейтілетіндігі айтылды. Бірақ қай уақытта, наурыз айында ма, әлде сәуір айында ма, ол жағы әзірге белгісіз болып тұр.